қазір айтсақ күлкілі, бірақ кезінде жылайтын ситуациялар болады. Но соның бәрінде ең бірінші сол жаңағы клиенттің разылығын алуға тырысамыз. Мысалға біреулерге болған 40 жылға тапсырыс берген да, өзім қабылдағам сол заказды 65 футболка. 40 жылға деп заказ берген, бірақ ол 20 жылдықтың дизайнын жіберген да маған көрсетіп, осының 40 жылдығы деп айтқанда аудиомен, мен оның аудиосын ашпағам. Сөйтіп қыздарға солай беріп жібергем да, қыздар 65-тік 20 жылдық дайындап жіберген ғой. Атырауға 65 жылдық. Солай кетіп қалған. Сол кезде, сол моментте ол кісілердің футболканы да алған жоқпыз, ақшасын қайтып береміз деп, олар жоқ, бізге ақша керек емес, сендер соттатамыз деп. Сол жақта әйтеуір адам оқытқанның пайдасы. Атырауда бір қызды оқушыма алынып, кешке дейін сол 65 футболканы бітіртіп, ана кісіге двойной футболка жасап беріп, сондай қызықтар болады, өте көп болды. Бастапқы кезде ошибкалар болды. Қазір соңғы кездері команда создавать етілгеннен кейін, команда құрудың, команда басқарудың өте пайдалысы, ондай ошибкалар болмайды. Бұрын бізде тау коробка футболкалар браковый болып шығып жататын, мысалы андай өзіміз жіберген қателіктер жиналатын. Қазір ондай нәрсе болмайды да, өйткені ол команданың арқасында бәрі әркім өзінің жұмысы бар да. Біреу принт басып тұрады, біреу принтердің қасында тұрады, біреу списогін жіберіп тұрады, біреу отправкаға дайын тұрады деген сияқты. Сондай әркім өзінің жұмысы бар.